Армысыздар оқырман қауым. Оқуға құштар мектеп жобасы бойынша сіздерге ұсынғалы отырған шығармамыз Мұхтар Мағауиннің Шахан шері романы. Бұл романда жазушы ұлтымыздың ауыр тағдырын, сонымен қатар ұлтымыздың салт дәстүрін аңыз желісі бойынша жазған. Бұл шығарманың басты кейіпкері Шахан шері. Жазушы осы Шахан арқылы градациялық құбылыстарды суреттейді. Олай болатын болса, құрметті оқырман, шығарманың мазмұны мен сюжетін тыңдайық. Жолбарыс аулауы қазақтың ата дәстүрі машықтың бері. Төріне тарғыл жолбарыс ілінбеген үйде найза ұстаған ұлтымайды деген ата бабаларымыз. Жолбарыс киелі мақлұқ. Бағзы бір заманда тәуіптер сүйегін ұстап дәрі жасайтын. Тіпті ұма безі мен қамшысына дейін кәдеге асыратын бұл жануарда диюдің күші жынның жылдамдығы бар деседі. Мысалы, ауа шыққанда киіз үй тұзақ құрған, улы жемтіктерді тастаған. Алайда жолбарыстардың ең бір ерекше қасиеті жолбарыс қапқан жемтік болмаса өлекселерді жемейтіндігінде. Және қазақ аңшыларының ең бір ерекше қасиеті ол табиғат құбылыстарын, аңдардың орналасу орнын алдын ала болжап, жер бақытының аңдағы қалай әсер ететіндігін алдын ала болжап отырған. Қазақ аңшысы жануарда түйсік қана, ал адамда ақыл ой бар. Қандай жыртқыш болмасын, адамзат баласынан ұқпайтын, қаймықпайтын аң болмайды деген қағиданы ұстанған. Романда қазақтардың аң аулауда ерекше айла тәсілдерді қолдана білгені ерекше баяндалады. Ал енді бұл әдеби шығармадағы аңшы психологиясына тоқталайық. Ол түні Шақан әлі де қорқан. Себебі өзінің жан дегендегі жалғыздары баласы мен әйелінен айырылғаннан кейін ол жолбарыспен тарғылмен бетпе-бет жаға жыртысып көрмеген еді. Бірақ сол түні қатты қорыққанымен ол өзінің ақбалтасымен оның жуандай мойнын шауып түсіріп басын алады. Бірақ өзінің шаңырағында өзі атқан қорғасын оқ оның сол жақ көзін тесіп өтіп өңешін қарқытып өтеді. Осыдан кейін ол әйелі мен баласының кегін ойлап, өзінің бар кегін жолбарыс атаулының көзін жоямын деп шешеді. Осыдан кейін ол түзде аңдар шаһарында жүріп, оның психологиясы жыртқыштардың психологиясымен тұтастай дамып бір психологияға айналады. Бұл үзінді қазақтың жазушыларының бірегейі Мұхтар Мағауиннің Шахан шері романынан алынған. Қазақ даласында бұрын жолбарыс та, аң патшасы арыстан да болған деседі. Жолбарыстар арыстанның айбатына қарамастан, оларды қазақ жерінен айдап тастаған. Жолбарыстың пысы өте күшті, ақырған даусын естігенде адамның төбе құйқасы шымырламай тұрмайды екен. Шығармада ең алдымен жолбарыс адам жейтін сойқан ретінде көрсетіледі. Ал бұдан кейін оқиға тұла бойын кек пен ыза кернеген адам баласының жолбарыс тұқымын құрту мақсатын алға қоюмен өрби түседі. Шығармада қазақ аңшылық дәстүрдің саңғырымен жолбарыс тектілігі анық баяндалады. Адамға өздігінен тиіспейтін жыртқыштың неліктен кішкене бала мен жас сәбиді жегеніне жауап іздегенде алдымыздан адамның қасірі шығады. Ол әр жануардың жүрісінен, ізінен, дем алысынан қазір қандай жағдайда екенін, және де болашақта қандай жағдайда болатынын білді. Және де жолбарыстың от лауын жерге келмейтінін білді. Шахан шері алдында тұрған қиындықтан тайсалмай жолбарыстың жүруіне қанжар сұғынан оның өте мықты, және де көптеген қиындықтар көріп, осы аңшылық жолында шыңдалғанын біле аламыз. Яғни осы Шахан шерінің психологиясы аңшылыққа берілген соншалықты оның жүріс-тұрысы, киген киімі, тіпті кейде бет-әлпеті осы жолбарысқа ұқсап кетеді екен. Яғни кейбір кездері төрт аяқтап жүргені де деп естігенбіз. Яғни оның осылай жүруі, яғни келбетінің ұқсап кетуі, осы оның әйелі мен баласының аруақтардың алдындағы бір сертіне адалдығы деп білеміз. Кейінірек басты кейіпкер аңшы Шахан кішкентай шөнжіктерді атпай құйрығын шолақ етіп кесіп тастап кетіп жүрді. Алайда олардың көбісі үлкен аңдарға жем болып немесе аштан қырылып қалды. Бір күні қынсылап, жер бауырлап, аштықтан әлсіреген шөндікті өз аулаған құрмен әлдендіріп алды. Кейін мойнына қарғы салып жанына ертіп жүрді. Bir шама уақыт асырағаннан кейін түс тағысы есейгенде азуы ақсиған жолбарыс болады деп бір жағынан атуға қимай үлкен қабамен алдап адастырып кетеді. Бірнеше жылдан соң Шақанның алдынан кесіккенде оны танып, оған еш тиіспестен өз жеріне кетуі жолбарыстың аса текті жыртқыш екенін көрсетеді. Шахан ғылым білім үйренбесе де, оқымаса да, ол бүкіл ақсақалдардың айтқан сөздерін, әңгімелерін, аңыздарын жадында сақтап отырған. Шу, Іле, Сырдария бойларының алқаптарындағы шөлдермен, жолдармен жүріп отырып, бірде-бір жаңылмаған, бүкіл жолдарын есіне сақтап отырған екен. Автор айтып кеткендей, аңыздың айтқан ақиқат, ғылымның айтқан шындық. Жолбарысты құрту жолында көп қиындық көрген соң, Шахан табиғат пен адам арасындағы тепе-теңдікті бұзып, табиғи заңдылыққа қарсы келгендігін түсінеді. Әуелгіде оны ел жұртынан айырып, ен далаға қуған жолбарыс емес, адам екенін ұғып, бір кектің артында түс тағысының тағдыры жататындығына көзі жетеді.
оқырманның түйетіні табиғи заңдылықты бұзу, құныққан үстіне құныға түсудің кей аңдардың жойылуына, тұқымның құруына келіп соғатын есте сақтау қажеттігі. Мұндай шығармалар келешек ұрпақты тәрбиелеудегі табиғаттың рөлін, ондағы әрбір қыбырлаған тіршілік иесінің айрықша орны бар екендігін үйретеді. Аң аулаудың да өз жөні, шегі болатындығын, әр аңшының біліп жүруге тиістілігін нақтылап, түрлі тарихи деректер мен топонимикалық атаулар жайлы мағлұмат берген бұл шығарма қазақ әдебиетінің ғана асыл қазынасы емес, тарихтың, аңшылық өнердің мол мұрасы. Аңшылық туралы шығармалар өткенді қастерлеу, табиғатты сүю, жан-жануарға деген құрмет, аңшыға тәнұлы қасиеттер, жануарлар арасындағы тепе-теңдіктің сақталуы, аң аулаудағы ұтқыр тәсілдер сияқты пайдалы нәрселерді насихаттайды. Сондықтан осындай шығармалар көркем әдебиетті сүйетіндер мен аңшылыққа қызығатындарға мол азық болады, және бұл біздің қоғам мен оқырмандарға қызық әрі керек дүние. Құрметті мәдени орта мектебінің оқушылары, Біз өзіміз оқыған кітаптың қысқаша мазмұны мен өз әсерімізбен сіздермен бөлісеміз. 9-шы сынып оқушыларына да бір кітап ұсынып, өз әсерлерімізбен бөлісуді ұсынамыз.